Сәлеметсіздер ме, екінші курс білім алушылары? Бүгінгі өтетін сабағымыз тіл дамыту теориясы және әдістемесі. Сабақты жүргізетін арнайы пәндер оқытушысы Құдайбергенова Гүлмира Қабылқалықовна. Сабағымыздың тақырыбы білім беру процесінде сөз дыбыстарын қалыптастыру әдістемесі. Сабақ мақсаты дыбыстық мәдениетін қалыптастыру әдістері туралы түсінік қалыптастыру, дыбыстар мен сөздердің дұрыс айтылуын жетілдіру, тіл мәнерлігін, ойдың мазмұнына қарай сөз әуенін, қарқынын, екпінін құбылтып айтуға дағдыландыру. Жаңа тақырыпқа кіріспес бұрын өткен тақырыпқа шолу жасап, есімізге түсірейік. Дыбысталу мәдениеті дегеніміз не? Дыбысталу мәдениеті дегеніміз сөйлеу барысында барлық тілдік құралдарды, дыбыстарды дұрыс айту, мәнерлеп сөйлеу тәсілдерін, есту қабілеттерін, дұрыс тыныс алуды, орынды пайдалана білуді айтады. Дыбысты дұрыс айтуға үйрету кезеңдерін атап өтсек. Бірінші кезең – дыбыстарды дұрыс меңгеру үшін сөйлеу аппаратын даярлау. Екінші кезең – дыбысты қою немесе дыбысты дарылап айтқызу. Үшінші кезең – дыбысты бекіту және айтуға дағдыландыру. Буын, сөз, сөйлемдерде. Төртінші кезең – көркем сөздер, жаңылтпаштар, тақпақтар, жұмбақтар, ертегілер, шағын әңгімелер арқылы бекіту. Жоғарыда аталған кезеңдерде дыбыстарды дұрыс айтқызуда фонетикалық естуді, яғни дыбыстарды айыру, сөйлеу кезіндегі тыныс алу, сөйлеу қарқыны, дауыстың биіктігі мен қаттылығы, дикцияны айыра алу қабілеттілігін жетілдіру маңызды. Бұл мәселелерді тиімді шешу үшін ана тілінің барлық дыбыстарын қалыптастыру жұмысын ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін ұтымды қолдану қажет. Мектеп жасына дейінгі бала тілінің дыбыстық мәдениетін қалыптастыруда төменгідей әдістер қолданылады. Дыбыстардың айтылу үлгісін беру, артикуляциялық ойын жаттығулар, рөлдік ойындар, жеке және хормен айтқызу, шығармашылық тапсырма орындату, көрнекілік көрсету, тақпақ, жаңылтпаштар айтып жаттығу, дидактикалық ойындар. Енді әртүрлі әдіс тәсілдерге жеке тоқталып кетсек. Бірінші әдіс – дыбыстардың айтылу үлгісін беру. Бұл әдіс арқылы бала тәрбиешінің айтқан дыбыстарын бірге қайталайды. Дыбыстардың айтылу артикуляциясын көрсету өте маңызды. Төменгі суретте әртүрлі дыбыстардың артикуляциялық қалпы берілген. Келесі әдіс – артикуляциялық ойын жаттығулар. Дыбыстау мүшелерін жаттықтыру үшін тыныс алу жаттығулары, тіл бұлшықеттеріне арналған жаттығулар қолданылады. Мысалы, гүлдерді иіскейік, мамықты үрлейік, қолымыз тоңса демімізбен жылтайық, сабын көпіршігін ұшырайық секілді ойын жаттығуларды пайдалануға болады. Төменде тісті тазалау, тәтті тосап, артикуляциялық жаттығулары көрсетілген. Рөлдік ойындарды ұйымдастыру әдісіне тоқталатын болсақ, бала дыбыстарды меңгеруде рөлдік ойындарға қатысып, дыбыстарды дұрыс айтуды жетілдіреді. Мысалы, қасқыр «у» деп ұлиды. Ит болса «ыр» деп ырылдайды. Жеке және хормен айтқызу әдісі балаларды белгілі бір дыбысты дара немесе көпшілікпен қайталау арқылы жүзеге асырылады. Осы бір әдісті бейнелі сергіту сәті ретінде бекітуге болады. Мысалы, бір аңның немесе құстың қандай дыбыс шығаратынын әрі сөзбен, әрі қимылмен көрсетуге болады. Келесі әдіс – шығармашылық тапсырма орындату. Бұл әдіс арқылы бала өз түсінігін баяндайды, басқалар оның дауыс реңкін және айтылған дыбыстарды айырады. Бала тілінде дыбыстарды
дұрыс үйретуде көрнекілік көрсету әдісі маңызды рөл атқарады. Бұл әдіс арқылы дыбыстық мәдениетті тәрбиелеу барысында көрнекі материалдар кеңінен қолданылады. Ойыншықтар, суреттер, тұрмыстық заттар және тағы басқалар бұл сабақты жандандырады, алған білімдерін тереңірек ұғынуға көмектеседі. Сіздердің назарларыңызға көрнекілік көрсету арқылы орындалған ойын тапсырманы ұсынамын. Сөйлеп бастаймыз, оқып үйренеміз. Жолбарыс. Қасқыр. Арыстан. Балаларға дыбыстарды дұрыс үйрету әдістерінің бірі көркем сөздер, тақпақ, жаңылтпаштар айтып жаттығу. Бұл әдіс кезінде тәрбиеші белгілі бір дыбысқа балалардың назарын аудара білуі тиіс. Тақпақты оқу барысында белгілі дыбысқа екпін беріп айту қажет. Жаңылтпашты жатқа айтуға үйретуде айтылымның келесі реттіліктерін сақтау шарт. Баяу айту, жылдамырақ айту, өте жылдам айтып беру. Алғашқысын баяу айтамыз. Ер, 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 қасиетті жер, төгілді көптер, жемістерді тер. Жылдамырақ айтайық. Ер, 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 қасиетті жер, төгілді көптер, жемістерді тер. Тез жылдамдықпен айту. Ер, 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 қасиетті жер, төгілді көптер, жемістерді тер. Сіздердің назарларыңызға ортаңғы топ балаларына арналып оқылатын доп атты тақпақты ұсынамын. Айтылым барысында д дыбысына екпін түсіру арқылы ерекшеленіп айтылатын болады. Добым, добым, домала, тоқтамайсың домалап, үстел үстін бүлдірдің, тәрелкені сындырдың, тентек болып кеттің деп, тұрмын сені тепкім кеп. Тақпақ бойынша келесі сұрақтарды қойып, балалардың дыбысты есту, ажырату қабілеттерін анықтау қажет. Тақпақта не туралы айтылады? Тақпақты оқу барысында қандай дыбыс ерекше естілді? Қандай сөздерде кездесті? Сонымен бұл тақпақта қандай дыбыс жиі кездеседі екен? Деген сұрақтарды қойған жөн. Келесі әдіс дидактикалық ойындар әдісі. Дидактикалық ойындар дыбыстық мәдениетті қалыптастыруда басты рөл атқарады. Мысалы, сөздер тізбегі дидактикалық ойыны арқылы балалар сөздің бірінші және соңғы дыбыстарын ажырата білуге үйренеді. Бұл ойында көбінесе суреттер пайдалану ұтымды. Енді назарларыңызды жануарлар дауысы атты дидактикалық ойынға аударғым келеді. Мұнда кім жасырынып тұр екен? Жоқ. Тағы да аққу мекен көрейікші, басып. Жоқ. Келесі жануарды басып көрейік. Я, дәл таптың, бұл сиыр. Жоқ. Келесі жануарды басып көрейік. Жоқ.
Я, өте жақсы. Бұл аққу. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Сиыр ма екен тағы? Жоқ, менімше соңғы шықпаған жануар осы болар. Басып көрейік. Я, бұл мысық. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Әр жас топтарында дыбыстық мәдениетті қалыптастыру жұмысының мазмұны мен әдістемесі. 3 жасқа дейінгі балалар сөздерді, сөздегі жеке дыбыстарды, жай сөз тіркестерін тәрбиеші айтқан үлгімен қайталап айтады. Бұл кезеңде баланың дыбыстау мүшелері, есту қабілеттері күшті дамиды. Сондықтан балаларға алдымен айтқанда жеңіл дыбысталатын А, И, О, У, К, Б дыбыстары үйретіледі. Бұл жастағы балаларға дыбыстарды меңгертуде дидактикалық ойындар жиі қолданылады. 3-5 жастағы балаларға дыбыстарды үйрету ерекшелігі. 3 пен 5 жасқа дейінгі балалар сөздерді мағынасына қарай орынды пайдалана бастайды. Шағын ертегілер, әңгімелерді қайталап айтып беруді, немесе суретте не көріп тұрғандарын мазмұндауда жеке дыбыстардың айтылуына көңіл бөледі. Тәрбиешінің басты міндеті сөздердің дыбысталуы, естілу ерекшеліктерін балаларға байқатып, оны дұрыс айта білуге, дыбыстау мүшелерінің қызметін жетілдіруге, мәнерлеп сөйлеуге көңіл бөлуі қажет. Ана тіліміздегі әр дыбысты баланың дұрыс меңгеруі үшін сол дыбыстарды басқа дыбыстардан ажырата білуге дағдыландыру, дыбысты сөз ішінде дұрыс айта білуге үйрету және сол дыбыстарды сөз тіркестерінде және сөйлемді айтқызу жұмыстарын жалғастыру маңызды. 5-7 жастағы балалармен атқарылатын жұмыстардың ерекшелігі туралы айтатын болсақ, бұл жастағы балалар ана тіліміздегі дыбыстардың барлығын толық меңгеріп, сөздерді дұрыс айтуға төселулері қажет. Және бұл жастағы балалар сөздерді буындарға, буындарды дыбыстарға ажыратып үйренеді. Керісінше, дыбыстардан буындар, буындардан жеке сөздер, жеке сөздерден сөйлемдер құрастырады. Бірақ бұл жастағы балалардың барлығы дыбыстарды, сөздерді қатесіз айтады деп есептеуге болмайды. Балалардың арасында р, ш, ж, н дыбыстарын шатастырып, орнын алмастырып айтатындар кездеседі. Сондықтан мектепке даярланатын балалар тілінің дыбыстық мәдениетіне ерекше көңіл бөлу қажет. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Бала тілінің дыбыстық мәдениетін жетілдіруде сабақпен шектеліп қалмауымыз тиіс. Басқа пәндерді өткен кезде де, сабақтан тыс кезеңде де бұл жұмыстар өз жалғасын табу қажет. Көркем әдебиет сабағынан өлеңдер жаттағанда, ертегілерді, әңгімелерді мазмұндауда, сурет сабақтарында түрлі нәрселердің бейнелерін салғанда балалардың дұрыс сөйлеуіне көңіл бөлінеді. Музыка сабағында да дауыс екпініне, дауыс қарқынына, жалпы өн реңіне, дауыс сазын ретке келтіруге жан-жақты мән берілуі қажет. Күннің екінші жартысында бала тілінің дыбыстық мәдениетін дамытуда тіл ұстарту жаттығуларын, дидактикалық ойындарды ұйымдастыру ұтымды болады. Үйге берілетін тапсырма. Орта топ балаларына арналған әзіл жаңылтпаш үлгісін 3 түрлі темппен жай айту, жылдамырақ айту, өте жылдам айту арқылы жаттау және аудио жазыңыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.